Қыздың көркі шаш. Қыз баланың шашының ұзын болғаны өте жарасымды болады. Шашты күтіп баптау үлкен іс. Әдетте қыз бала шашын жинап, өріп жүргені дұрыс. Бұрынғы уақытта қыз баланың шашының ұшына шолпы, шашбау таққан. Қыздың жүрісі сол шашбаудың, шолпының сыңғырынан біледі. Жүгіріп келе жатқан кезде шолпы мен шашбаудың дауысы тым қатты сылдырлап шығады. Сол кезде қазақ үйде отырған үлкен кісілер, жігіттер қыз баланың келе жатқанын білетін. Қыз баланың шашының өрілуінде үлкен мән бар. Қос өріп, бойдақ, басы бос қыздар өреді. Қыз бала тақия киеді. Ұзатылып үйленетін кезде қос бұрымды шешіп бір өрім болады. Себебі қос бұрым, сол қос бұрымға қарап, жігіттер қыз баланың басының бос екенін білген. Ал бір өріп жүрген әйел, ол әйел баласы. Ол бір өрім, демек менің басым бірікті деген мағынаны білдіреді. Қыз баланың шашының ұшындағы шолпы, шолпының жасалу тарихының өзінің бір сыры бар. Сыңғырлаған дауысты қыз бала білдіртпей жүру керек. Демек, сол кезден бастап айтылған қыздың жүрісінің өзі білінбеуі керек деп. Бұл шаштың ұшына ілінген шолпы, шашбау, неғұрлым шашқа салмақ түсірген сайын шаштың өсуі де тез болады. Түнде бұны шешіп, жоғары биік жерге қойып қояды. Қазіргі таңда қыз баланың шашының бапталуы, әсемдігі тым басқа. Үйленген әйел баласы шашын әрдайым абзалдықтың астына жасырып жүрген. Емізетін кезде әйел баласы шашына жаулық тағып емізу керек. Себебі шашта діни жолмен айтқанда жын перінің баласы қайыспақты кішкентай нәрестенің аузына салып жүреді деген ырым нанымдар бар. Әдетте күйеуі қайтыс болған әйел шашын жайып жіберіп жоқтап айтады. Сол заматтан бастап қазақтардың арасында шашынды жайып жүрме деп тыйым салған. Бұл жаман ырымға баланған. Жинақылық қыз баланың шашының өріліп жүргеннен байқалады. Шашты түнде тарап жату қыз баланың басына массаж. Және таралған кездегі түскен шашты жинап, адамның аяғы баспайтын жерге көміп қою керек. Себебі желмен ұшып кеткен шашты торғай ұясына салса, сол қыз баланың басы ауырады. Қыз баланың шашына көз тимес үшін шолпыдан бөлек үкі таққан. Үкі бәле жаланың алдын алады деген мағына білдіреді. Ал ұзатылатын қызға үкі тағу алдын ала бұл қыз белгілі бір отбасына арнайы белгі салынып болашақта келін болады деген мағына. Ал жас қыздарға үкі тағу бұл шашқа, қызға көз тимесін деген салт. Жас жүрегім елжіреп, сүйіншілеп жеңдейлер, шашқа